Ассалаумағалейкум, қайырлы күн баршаңызға. Кеше алаяқтармен арпалыс күні болды. Басымнан өткен жагдайды айтып кетейін. Кеше болды. Уже менің фотомды WhatsApp нөмірге салып, осы жақта Грузия елінде жүрген, араласып жүрген жолдас жігіттерден ақша сұраған. Менде доллар бар, маған Каспийге теңге керек деп. Ол жігіттер маған хабарласады, мен түсінбей, артынан енді перепискілер болған. Сториске салдым, келесі битке өтсеңіздер, перепискілер бар, алаяқтың жазған. Одан Атырауда тұратын Жездеме жазған WhatsAppқа. Ассалаумағалейкум Жезде деп әңгімені жіберген кәдімгідей. Балдызың ақша керек болып жатыр деп. Сондықтан сақ болыңыздар. Бөтен нөмір жазатын болса, сіздің или жақындарыңыздың фотосын қою мүмкін WhatsAppқа. Және де сіздердің өздерінің жеке нөмірлеріңізді де блокқа қойып тастап, олар да сіздерге басқа жақындарыңызға шығып ақша сұрауы мүмкін. Қиналып жатырмын, жолда жүрмін, анау. Олар сосын аудиозапись жібермейді. Тек жазумен ассалаумағалейкум аға или ассалаумағалейкум Нұреке деп сөйтіп жазады. Сондықтан сақ болыңыздар, осы видеоны жіберіңіздер достарыңызға, жақындарыңызға, алаяқтарға алданып қалмасын. Келесі бетке өтсеңіздер былай жылжытып, сонда жазған перепискілер бар. Менің Жездеме жазған, қасыма жолдас жігіттерге жазған. Басыма өткесін ескертіп жатқан жайым бар.